Ассаламу алейкум. Өзбекстан Республикасының президенті Шавкат Миромонович Мирзиёев және де мен Исмаилов Бағдатбай. Шавкат Миромонович, мен кешегіде мына 2-3 күн алдым, сені Шұқырат деген адамды сөгіп үйге шығардым. Себебі Шавкат, сенің мына Қарақалпақстандағы есен бұл, мейегі жоқ есен бұларың. Менің әкемді алқа шығып көрсетті. Қатынымды желеп қылып көрсетті. Балаларымды әркімнен болған қылып көрсетті. Шавкат, мына басында кішкене мый болса, ойланарсаң, еркек болсаң негізі. Шалбар кигізген болсаң, мен содан кейін сөктім сені. Менде де еркекпен, менде де намыс бар. Мынандай деп ойлап жүрген шығарсың, бірақ зато еркекпен. Менің денеме қарамай қойым, ешқандай. Мені жаңа, типа, менсінбегендей қылып отырсыз. Сен Қарақалпақстанда, Қарақалпақтарды екінші сорт адам қылып қойыпсың, Шавкат. Қарақалпақстанда Қарақалпақстанның байрағын көтеруімізге болмайды. Қарақалпақстанның конституция күнін байрамлап байрағымыз көтеруімізге болмайды біздер. Не үшін Қарақалпақстанға азатлық бермейсің сен? Біздер сенен қашанға шегеміз? Кешірім сұрап күн көреміз. Шавкат, қашанға шегеміз?